Сәлем көрермендер, бүгін сіздермен Сарбина қыздарыңыз үй жағдайында лагман жасайтын боламыз. Бізге керектісі сәбіз, редька, картоп, пияз және де тәтті бұрыш, ашты бұрыш, чеснок қажет болады. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын майдалап турап аламыз. Етімізді қызып тұрған майға қуырып, жақсылап қызартып аламыз. Одан әрі пиязымызды салып қуырамыз, сосын сәбіз бен редькамызды салып жақсылап қуыратын боламыз. Деуштерді қосатын боламыз. Паприка, томат және де бадия қосамыз. Одан кейін соевый соус құямыз. Тәтті бұрышымызды салып, картошкамызды салып, жақсылап 1-2 минут қуырып алып, одан әрмен қарай суын құйып қайнатамыз. Біздің подливіміз дайын болғанша біз лагманның қамырын созатын боламыз. Лагманның қамырын тек салқын суға ғана илейтін боламыз. Тұз қоспаймыз, жұмыртқа қоспаймыз. Тек сумен ұнды араластырып, қамырын жасап, әдемелеп лагманның қамырын созатын боламыз. Мұны көріп тұрғандарыңыздай, мен лагманның қамырын қолдан созып, жақсылап пісіріп аламын. Жасап көрулеріңізге болады. Менің каналыма тіркеліп, әрмен қарай басқа да видео рецепттерімді және де пайдалы кеңестер, лайфхактар бар. Соларды көріп, тамашалауға шақырамын. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Мұны жақсылап біз қамырымызды созып аламыз, көріп тұрғандарыңыздай. Мұздай суға иленген қамыр үзілмей жақсы созылатын болады. Сіздер мені қолдап, комментарий жазған сайын, мен одан әрмен сайын шабыттанып, сіздерге дәмді тағамдар жасауға тырысамын. Мұны көріп тұрғандарыңыздай, мен уже лагманымды созып, пісіріп алдым. Ал ас болсын, сіздерге сәттілік. Мені қолдап, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздер жазып, комментарий жазған сайын, тіркелген сайын мен одан саман шабыттанып, сіздерге өте дәмді осындай үй жағдайында жасалатын керемет тамақтар жасап үйренуге, менімен бірге жасап үйренуге шақырамын. Сау болыңыздар.